Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Алдымен оқулықпен жұмыс жүргізейік. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Мектептен үйге қайтып келе жаттым. Қарным ашқан соң сөмкемді ашып, асханадан сатып алған тоқашымды жайбарақат жеп келе жатқанмын. Артымнан тықыр білінгендей болды. Бұрылып қарасам, бір ит соңымнан еріп келеді екен. Аш екені түрінен көрініп-ақ тұр. Менің қолымдағы нанға ашқарақтана қарап жұтынады. Тоқашымнан бір үзіп алып итке тастадым. Соңымнан біраз жүрді де, менде енді нанның жоқтығын сезді білем, күдерін үзіп қала берді. Балалар, өздеріңіз байқағандай, мәтін бірнеше сөйлемнен тұрады. Мәтіндегі сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланысқан. Енді осы мәтінді қаншалықты түсінгендеріңізді байқау үшін мына сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: бала не істеді? Екінші сұрақ: ол итке не берді? Үшінші сұрақ: ит неге қалып қойды? Бала не істеді? Бала келе жатты. Бұл жердегі сұрақ не істеді деген сұраққа келе жатты деген күрделі етістік, яғни екі сөз жауап беріп тұр. Ол итке не берді? Ол итке тоқаш берді. Не деген сұраққа тоқаш деген сөз жауап беріп тұр. Ит неге қалып қойды? Ит нанның жоқтығын біліп қалып қойды. Өздеріңіз байқағандай, неге деген сұраққа нанның жоқтығын біліп деген сөз тіркесі жауап беріп тұр. Балалар, сөйлемдегі сөздердің байланысын қаншалықты түсінгендеріңізді білу үшін мына жаттығуды орындайық. Екінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Бала мектептен келе жатты. Ол итті көрді. Бала итке нан тастады. Енді бұл жаттығудың астында үлгі берілген. Кім келе жатты? Бала келе жатты. Бала не істеді? Бала келе жатты. Яғни, бір сөзден екінші сөзге сұрақ қою арқылы сөйлемдегі сөздердің байланысын анықтауға болады. Мектептен келе жатты. Қайдан келе жатты? Мектептен келе жатты. Мектептен не істеді? Мектептен келе жатты. Осылайша, осы үлгіні басшылыққа ала отырып, екінші және үшінші сөйлемдегі сөздердің байланысын анықтаңдар және оны сызбамен көрсетіңдер. Балалар, сендер екінші жаттығуды ойдағыдай орындадыңдар. Келесі жаттығуды ауызша орындайық. Үшінші жаттығу: сөйлемдегі сөздерге сұрақ қойып, олардың байланысын сұрақ қою арқылы табайық. Аспазшы тоқашты пісіреді. Бұл сөйлемдегі сөздердің байланысын білу үшін аспазшы пісіреді. Сұрақ қояйық енді. Кім пісіреді? Аспазшы пісіреді. Аспазшы не істейді? Аспазшы пісіреді. Сонда біздер бірінші сөзден екінші сөзге, екінші сөзден бірінші сөзге сұрақ қою арқылы қай сөзбен қай сөздің байланысып тұрғанын анықтай аламыз.
тоқашты пісіреді. Нені пісіреді? Тоқашты пісіреді. Тоқашты не істейді? Тоқашты пісіреді. Балалар, сендер байқап отырғандай, аспазшы деген сөзде, тоқашты деген сөзде соңындағы іс-әрекет қимылды білдіретін пісіреді деген сөзбен байланысып тұр. Алдағы уақытта біздер заттың іс-әрекетін қимылын білдіретін сөздермен танысатын боламыз. Балалар, оқу мақсатында айтып өткендей, жазу жолын, жол аралық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай көркем етіп жазуға байланысты мына жаттығуды орындайық. 4-ші жаттығу. Бұл жаттығуда тағамға байланысты тыйым сөздер берілген екен. Енді осы сөйлемдерді түсініп оқып, көркем етіп жазайық. Алдымен бірге оқиық. Нанды аяқ астына тастама. Сүтті төкпе. Жазған сөйлемдеріндегі сөздердің байланысын сызбамен көрсетейік. Балалар, бүгінгі сөйлемдегі сөздердің байланысына берілген сабағымыз осымен аяқталады. Бұл тақырып бізге 3 сағатқа берілген. Бүгінгі біздің өткеніміз бұл сабақтардың алғашқысы. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.